Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті Теміртау конфес парақшасының оқырмандары және осы Теміртау қаласының тұрғындары және осы парақшаны әрдайым қарап бақылап отыратын көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз діни радикализмнің алдын алу шаралары. Өздеріңіз білесіздер, діни радикализм қоғамымызда кейінгі кездері өзекті мәселелердің бірі болып табылатынын және бұл мәселе өзекті мәселе екенін барлығымыз біліп бақылап жүреміз. Енді жалпы діни радикализм алдын алу үшін бір қатар шаралар жүзеге асыру қажет бізде. Мұндай шаралар мысалы қоғамымызда тұрақтылықты сақтау, адамдардың арасындағы төзімділік пен түсіністікті қалыптастыру, радикалды идеологиялар таратуды тежеу үшін маңызды бізде. Өйткені радикалды идеология неге десеңіздер, әлеуметтік желі дамығаннан кейін әлбетте діни радикализм де күн санап дамып келе жатыр. Міне осы мақсатта қол жеткізу үшін қолданылатын бірнеше бір тәсілдер бар. Ең бірінші діни радикализмнің алдын алу шараларының ең бірінші негізгі мақсаттарының бірі, негізгі метод деп айтсақ та болады, методтарының бірі ол білім беру және ақпараттық жұмыстарды жүзеге асыру. Неге десеңіздер, білім беру діни экстремизмнің негізінде жаңағы жиі теріс түсініктерді немесе радикализмнің діни түсініктері туралы бізге көптеген ақпарат береді. Сондықтан біз жастарымызды жалпы дұрыс діни білім берумен қамтамасыз етуіміз маңызды. Неге десеңіздер, бізде мысалы университет қатарында оқитын жастарға, студенттарға діни сауатты болуды қандай да бір пәнге кіргізіп қосымша болсын оның сауатын ашуымыз керек. Және де мектеп қабырғасында мысалы құқық сабағы болсын, тарих сабағы болсын, сол сабақтармен қосымша діни сауаттандыру, яғни дәстүрлі дін дегенне, радикализм не дегеннен сол сияқты түсініктерді жастардың бойына сіңіруіміз керек. Неге десеңіздер, діни мәселелерді түсіндіргенде жастарымызға радикалды ағымдармен күресетін және шынайы дәстүрлі дін құндылықтарын насихаттайтын оқу бағдарламасы бізге қажет негізі. Сондықтан бұл ең бірінші негізгі көзделетін мақсаттардың бірі болып табылады. Ең бірінші жаңағы жастарымыздың діни сауатын ашуымыз керек. Және қоғамда ақпараттық науқандандыру, яғни қоғамда ақпаратты жақсы беру. Ол қалай? Интернет немесе әлеуметтік желілер арқылы жастардың арасында радикализм теріс салдары туралы ақпарат тарату өте маңызды. Мұндай науқандар мектептерде, университеттерде және басқа да қоғамдық орындардағы ұйымдастыруға болады. Осындай орындарда осындай дүниелерді бізге ұйымдастыруымыз керек. Яғни қазір ақпараттық заман болғаннан кейін жастарымыздың әлеуметтік желіге қарап, осы телефонда көп уақытын өткізетін болғаннан кейін, бұл радикализмнің дамуына көптеген осы бағыт ұстанатын адамдар әлеуметтік желі арқылы жастарымыздың яғни санасын улауда. Және әлеуметтік теңсіздікпен күрес жасау. Мысалы, жұмыссыздық пен кедейлікпен күрес. Жастардың арасында мысалы радикализмге бейім болу көбінесе экономикалық және әлеуметтік қиындықтармен байланысты болады. Неге десеңіздер, сондықтан мысалы қоғамда жұмыс орнын құру, әлеуметтік бағдарламаларды жетілдіру, жастарға көмек көрсету. Тек қана мысалы бізде әлеуметтік бағдарламаларды жұмыс беретін орындарды тек қана бір қағаз жүзінде, тек қана бір көрме ретінде, оның бір есеп ретінде қана болмай, ол жастарға шын мәнінде қызығатын жұмыс, өзінің ар-ожданына, не болмаса өзінің намысына тимейтін жақсы жұмыстармен жастарымызды қамтамасыз ету керек. Неге десеңіздер, радикалдық ағымға кіріп кеткен жастармен сөйлесетін болсақ, ол жерде ол адамдар
жұмыспен қамтылмаған және жұмыс беру орталықтарында жаңағындай өзінің ар ожданына нұқсан келтіретін жұмыстарды ұсынатын, айтатынын біз статистикадан көріп жатырмыз. Енді және де бұл салада біз не істеуіміз керек? Қоғамдық интеграция жасауымыз керек. Әлеуметтік тұрғыда маргиналданған адамдардың қоғамдық тұрақтылыққа интеграциялау, оларға дұрыс білім, жұмыс, психологиялық қолдау және әлеуметтік қызметтер көрсету радикализмге қарсы күресті тиімді жолы болып табылады. Өйткені маргиналдарға біз дұрыс жаңағы қарым-қатынас жасасақ, оларға білім, жұмыс, психологиялық қолдау көрсетсек, әлбетте бұлар мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан дұрыс қарым-қатынасты сезе бастайды. Және діни және мәдени алмасу болу керек. Бұл радикализмнен сақтану үшін. Неге десеңіз, мәдениетаралық диалогтарды дамыту, әртүрлі дін немесе мәдени топтардың арасында өзара түсіністік пен сыйластықты нығайту, сол сияқты сондай бұл платформаларда кездесу ұйымдастыру, бұл заттар радикализмге қарсы тұрудың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Өйткені көптеген радикализмді экстремистік ағымдық топтар алауыздықты қоздырып, әртүрлі мәдениеттердің немесе діндердің дұшпан ретінде көреді. Яғни қандай да бір мәдениетті, қандай да бір ұлттың өзінің дұшпан ретінде көргеннен кейін бұл қоғамда дисбалансқа алып келетінін біз білеміз. Және төртінші, құқық қорғау органдарының рөлі. Бұл жерде терроризмге қарсы құқық қорғау қызметтері жеке тұлғалар мен топтардың арасында экстремистік әрекеттерді бақылап, олардың алдын ала анықтап, уақытылы шараларын қолдану керек. Сол үшін құқықтық органдардың тиімді жұмыс істеуі бізге өте маңызды. Жалпы міне осындай факторлар діни радикализмнің қоғамда дамымауына әсер етеді. Және құқық қорғау органдарының интернет және әлеуметтік медиа мониторингтерді күшейту, экстремистік материалдарды, жаңағы идеологиялық талдауды бақылау, оларды жою үшін мемлекет пен қоғамдық бірлестіктері күш-жігерін салу маңызды. Қандай да бір идеологтың қате пікірлері болса, оны қоғамдық желіде жариялау, не болмаса дұрыс емес бағытта болып жатқан видеоны оны әшкерелеп, оны қоғамға дұрыс еместігін түсіндіру. Және де психологиялық және әлеуметтік көмек көрсету. Радикалданған адамдар реабилитация жасау, мысалы, олардың радикализмге ұшыраған адамды қоғамда қайта бейімдеу үшін психологтардың көмегіне жүгіну, теологтардың көмегіне жүгіну, оларға жұмысқа орналастыру, білім беру, әлеуметтік жағы, және де мысалы тым болмаса аптасына, айына болсын, әлеуметтік қоржыннан азық-түлік деген сияқты сондай дүниелерді біз қоғам болып, мемлекет болып сондай бір көмек көрсетуіміз қажет. Және мемлекеттің халықаралық ынтымақтастық. Біздің өздеріңіз білесіздер, бізде Қазақстанда қанша дін өкілдерін жинап, қанша дін өкілдерін жинағаннан кейін бізде саммиттар өтті. Осы әлем бойынша Қазақстан бүкіл діндерді жинады. Сол сияқты халықаралық ынтымақтастарды күшейту. Діни радикализм мен терроризмді бүкіл әлем мәселесі болып табылғаннан кейін халықаралық қауымдастықтың күш-жігерін біріктіріп, бұл мәселені қарсы күрес жүргізу керегін біз сондай бір саясат ұстануымыз керек. Ұлттық заңнамаларды жетілдіру, экстремизм және терроризмдің қарсы заңнамалық шараларды күшейту. Сонымен қатар бұл заңнамаларда адам құқықтары мен құрметпен жүзеге асыру бізге жалпы міндет болып есептеледі. Сондықтан осы сияқты жалпы діни радикализмнің алдын алу шаралары және көптеген қырлары болу тиіс. Бірақ қазіргі біздің осы қоғамда осы айтып кеткен пункттарда жалпы біз жүзеге асыратын болсақ, біздің діни радикализмнен арылу бір үмітіміз бар. Және де ата-аналар өздерінің балаларын әлеуметтік желілерде қандай бір жаңағы сайттар болсын, қандай да уағызшыларды тыңдап радикалдық жаңағы топтардың бір ықпалына кіріп кетпес үшін әр ата-ана өзінің жастарын, балаларын өзінің
жақын туыстарын сол радикалдық топтардың ықпалынан сақтауы борышы болып табылады. Осымен міне бүгінгі радикалдық жалпы шараларын біраз талдаған сияқтымыз, ашқан сияқтымыз. Сондықтан жалпы қоғамның біртұтастығы болу үшін жалпы осы шараларды қолдануымыз қажет.